Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 6 сынып 5-5 сабақты өтеміз. Сондай-ақ 938-ден 966-ға дейін есептерді шығарып көрсетемін. 938-ші тапсырма. Теңсіздіктерді шешіңдер. Бірінші, 3х үлкен 15-тен. Енді біз x-ті табу үшін біз 15-ті 3-ке бөлеміз. Сонда x үлкен 5-тен болады. Енді осыны біз координаталық түзуге салып орындаймыз. 5 домалақпен белгілейміз, және де 5-тен үлкен сандар, яғни жауабы 5-тен плюс шексіздікке дейін болады. Екінші, үшінші дәл солай орындалған. Келесі 4-ші тапсырма. 5х кіші 20-дан. X-ті табу үшін біз 20-ны 5-ке бөлеміз, сонда x кіші 4-тен болады. Енді осыны координаталық түзуге қойып орындаймыз. 4-тен кіші сандар, ол дегеніміз минус шексіздіктен 4-ке дейінгі сандар деген. Енді 5-6 есептерде дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 939-ші тапсырма. Бірінші минус 3, минус 1, 5, 2 сандарының қайсылары 9 минус 2х үлкен және де 12 теңсіздіктің шешімі болады. Енді бірінші теңсіздікті орындап көрейік. 9 минус 2х үлкен және тең 12. Минус 2х бір тарапта қалады, 9-ды келесі тарапқа минус етіп өткіземіз. Сонда 12-ден 9 алсақ 3 болады. Минус 2, 3 үлкен және тең, минус 2х үлкен және тең 3 болады. Енді x-ті табу үшін біз 3-ті минус 2-ге бөлеміз. Сонда x кіші және тең болып өзгереді, өйткені минус сан бар, минус 1,5 болады. Енді осыны координаталық түзуге қоямыз. Минус 3, минус 1,5, яғни жауап бізде минус шексіздіктен минус 1,5-ға дейін. Келесі 940-ші тапсырма. Теңсіздіктерді шешіп шешімдер жиынын сан аралығына арқылы көрсетіңдер деп тұр. Бірінші, 3х үлкен және тең минус 18. X-ті табу үшін минус 18-ді 3-ке бөлеміз. X үлкен және тең болады минус 6-ға. Енді осыны координаталық түзуге қоямыз. Минус 6 домалақтың іші бояулы болады, өйткені бізде үлкен және тең деген екі теңдеу бар, Енді минус 6-дан үлкен сандар, ол бізде плюс шексіздікке дейін сандар, яғни жауабы минус 6-дан плюс шексіздікке дейінгі сандар болады. Екінші, минус 8х кіші және тең 3,32-ге. X-ті табу үшін 32-ні минус 8-ге бөлеміз. Сонда x бізде минус болған үшін ол теріс өзгереді. Үлкен және тең минус 4 болады. Яғни минус 4-тен үлкен және тең сандар, ол бізде минус 4 және плюс шексіздікке дейін сандар болады. Келесі 941. Теңсіздіктерді шешіңдер. Бірінші, x минус 3 кіші және тең 11-ге деп тұр. Енді біз x-ті табу үшін минус 3-ті келесі тарапқа өткіземіз, ол плюс 3 болып өтеді. X кіші және тең 11-ге 3-ті қоссақ 14 болады. Яғни 14 саннан кіші және тең сандар. Ол бізде минус шексіздіктен 14-ке дейінгі сандар болып есептелінеді. 4-ші тапсырма. 2y кіші және тең y плюс 8-ге. Y-ті келесі тарапқа өткіземіз, минус y болып өтеді. Сонда 2y-тен y-ті азайтсақ, ол y-ге тең болады. Кіші және тең 8-ге, яғни 8-ден кіші және тең сандар. Ол бізде минус шексіздіктен 8-ге дейінгі сандар болып есептелінеді. 5-6 есептерде дәл солай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 942. Теңсіздіктерді шешіп шешімдер жиынын координаталық түзуде кескіндеңдер. Бірінші, x минус 3 үлкен және тең минус 13. X-ті табу үшін біз минус 3-ті келесі тарапқа өткіземіз. Ол бізде плюс 3 болып өтеді. Сонда 3-тен 13-ті азайтсақ, ол минус 10-ға тең болады. Бұл жерде минус 10-нан үлкен және тең сандар деп тұр. Яғни минус 10-нан плюс шексіздікке дейін сандар жатады екен. Келесі 4-ші тапсырма. 2х плюс 7 кіші 11-ден. X-ті табу үшін біз 11-ден 7-ні азайтып аламыз. Сонда ол 4-ке тең болады. Енді 2х кіші 4 болып тұр. X-ті табу үшін 4-ті 2-ге бөлеміз. Сонда x кіші 2-ден болады. 2-ден кіші сандар, ол бізде минус шексіздіктен плюс 2-ге дейінгі сандар болып есептелінеді. 5-6 есептерде дәл осылай орындалған. Келесі 944-ші тапсырма. Бірінші, x-ның қандай мәндерінде өрнектің мәні теріс сан болады. 2х минус 5
1,4 x минус 7 6 минус x. Бұл жерде біз x-қа қандай сан қойсақ, өрнектің мәні теріс сан болады деп жатыр, иә. Бірінші 2x минус 5 теңсіздігін орындап аламыз. 2x'ті табу үшін біз минус 5-ті келесі тарапқа өткіземіз. Ол плюс 5 болып өтеді. Ал енді x-ті табу үшін біз 5-ті 2-ге бөлеміз. Сонда ол 2,5-ға тең болады. Яғни x кіші 2,5-нан болады. 2,5-нан кіші сандар ол бізде минус шексіздіктегі сандар. Яғни жауабы минус шексіздіктен 2,5-ға дейінгі сандар болады. Екінші, y-тің қандай мәндерінде өрнектің мәні оң сан болады деп тұр. Теңсіздікті орындаймыз. 1 минус y үлкен 0-ден минус y бір тарапта қалады, бір келесі тарапқа минус болып өтеді. Сонда минус y үлкен минус 1 болады. Минустан құтылу үшін екі тарапты да минус 1-ге көбейтеміз. Сонда y кіші 1-ден болады. 1-ден кіші сандар ол бізде минус шексіздіктен 1-ге дейінгі сандар болып есептелінеді. Келесі 945. Квадраттың периметрі 20 см-ден артық, бірақ 28 см-ден кем. Квадраттың қабырғасының ұзындығын бағалаңдар. Бізде периметрін табу формуласы, яғни p тең 4a-ға тең. Ал енді бұл жерде бізде қабырғасы жоқ, бұл a дегеніміз қабырғасы. Қабырғасын табу үшін біз периметрін 4-ке бөлеміз. Сонда 20 кіші p кіші 28-ден болады. Енді қабырғасы бізде p бөлі 4 болып тұр. Сол үшін 20 бөлі 4 кіші p бөлі 4 кіші 28 бөлі 4 деп аламыз. 20-ны 4-ке бөлсек 5, 28-ді 4-ке бөлсек 7 болады. Яғни 5-тен үлкен, 7-ден кіші сан ол бізде 6 сан, яғни қабырғасы 6-ға тең екен. Келесі 946-шы тапсырма. Айман 2 дәптер және 50 теңгеге бір қаламсап сатып алып барлығына 170 теңгеден кем ақша төледі. Дәптердің бағасын бағалаңда деп тұр. Бізде дәптердің бағасы белгісіз, оны x деп аламыз. Енді 2 дәптерді 2x деп алсақ, оған 50 теңге қаламсапты қосамыз. Ал оның алған заттары 170 теңгеден кіші болған, кем болған үшін кіші 170 деп аламыз. Енді осы теңсіздікті орындайық. 2x кіші сандарды бір тарапқа аламыз, 170-тен 50-ді азайтамыз. Ол 120-ға тең болады, яғни 2x кіші 120-дан. x-ті табу үшін 120-ны 2-ге бөлеміз. Сонда x кіші 60-тан болады, яғни жауабы дәптердің бағасы 60 теңгеден кем болады. Келесі 947. Екі қаланың арақашықтығы 300 км-мен кем болатын. Пойыз бір қаладан шығып, екінші қалаға қарай 3 сағат жүргенде, екінші қалаға дейін 45 км қашықтық қалды. Пойыздың жылдамдығын бағалаңдар деп тұр. Бізде екі қаланың арақашықтығы 300 км-ден кем, яғни s кіші 300 км деп аламыз. Ал сағат бізде 3 сағаттан кем. Ал s2 бізде 45 км табуымыз керек v-ны. Енді біз ең алдымен s-ті тауып аламыз керек. Ол үшін s1-ге s2-ні қосамыз. Енді тағы бізде s-ті табу формасы v көбейту t плюс s2. Яғни s1-дің орнына біз v көбейту t-ны қоямыз. Енді v-ның орнында бізде ешқандай сан жоқ. T-ның орнында бізде 3 деген бар, 3v қосу 45, яғни s2-ның орнында 45 тұр. Кіші 300-ден деп аламыз. 3v кіші 300-ден 45-ті азайтамыз, 255 болады. V-ны табу үшін 255-ті 3-ке бөлеміз. Сонда ол 85 кіші v-ға болады. Яғни жауабымыз 85 км сағаттан кем болады екен. Келесі 948. 9 сақинаның біреуінің массасы өзгелерінің массасынан өзгеше. Кіртастары жоқ, табақшалы таразымен 3 рет өлшеп, массасы өзгеше сақинаның өзге сақиналардың ауыр немесе жеңіл екенін қалай білуге болады? Ең алдымен таразыға 4 сақинадан 2 жағына бөліп қоямыз. Егер тең түссе, қолымызда қалған бір сақина ауыр болғаны. Екінші, егер таразы тең түспесе, ауыр жақтағы 4 сақинаны таразының 2 жағына бөліп қоямыз. Үшінші, сол таразының ауыр жағындағы 2 сақинаны таразының 2 жағына бір-бірден қойып, ауыр сақинаны анықтаймыз. Осылайша біз өзгеше сақинаны тауып аламыз екен. Келесі 949-шы тапсырма теңдеуді шешіңдер. Бірінші теңдеуі 10 бөлу x минус 4 тең 2-ге. Қарама-қарсы сараптарын көбейтіп шығамыз. X минус 4 тең 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. Енді осы теңсіздікті орындайық. X минус 4 тең 5. X-ті табу үшін біз минусты келесі тарапқа өткіземіз. Ол плюс болып өтеді. Сонда 5-ге 4-ті қоссақ 9 болады. X тең 9-ға. Бұл жерде бізде астында кестеде тұр ғой 9 саны. Соның астына әрпін жазамыз. Келесі 6 минус 5 y бөлу 2 тең минус 4 жарым.
2-ні 4 жарымға көбейтеміз, -9 болады. 6 - 5y тең -9. Сандарда бір тарапқа, әріптерді бір тарапқа жинаймыз. Сонда 5y тең 15-ке болады. Y-ті табу үшін 15-ті 5-ке бөлеміз, сонда 3-ке тең болады. 3-тің астына t деп жазамыз.